Бауырларыңды алып ет қылып сабап жатыр, ұрып жатыр. Бастарыңа келсін, онда сендердің де дәл сондай. Ертең мына ұры-жүйе түбегейлі құлайды, по-любому құлайды. Қалай болғанда да. Сол кезде мына солармен бірге сендер қашып құтыла алмайсыңдар. Олардың виллалары бар, арғы жақта шығарып қойған бәленбай миллиардтаған, миллиондаған ақшаларын. Сендердің бытымда да жоқтыр сендерден. Қазір солардың берген азғантай бір ақшаларына алданып жүрсіңдер. Болашақты ойланыңдар, ояныңдар, болашаққа тіке қараңдар, шындыққа. Қарай алмайсыңдар ма? Көттеріңді қысып аяқтың арасына орап қылмаңдар. Өлтіресіңдер ма, сабайсыңдар ма, бәрінге белгілі. Қайда тұрамыз, қай жерде тұрамыз. Духтарың тұрса келіңдер. Бисмилла. Лақпай отырыңдар, алжымай, көттеріңді қысып білет. Сөйлей алмайсыңдар ма, шығып сөйлемеңдер. Мына өзеннің азаматтарына айтарым, ағайындар, жандарың о кісінің жандарынан артық емес, ешқайсының жандарында. О кісі азамат, таза батыр, елдің жанашырын. Ол тарихта солай қалады, өзінің жолынан таймаса. Өте дұрыс, Сіздер сол кісіні қолдаңыздар, сұраңыздар, акиматқа бар, кім ұрды, талап етіңіздер, жазалансын о адамдар деген. Бұлай қалуға болмайды. Біздің елде ондай ОПГ-ға, я болмаса ондай беспредельшіктерге неше түрлі идеологияны ұстанып алған. Ондайларға жол бермеу керек. Заң бар дейтін болса, қоғам болатын болса, ұлт болатын болса, намыс болатын болса, ұлттық намыс, ұлттық өзіміздің бір құттай да болса, тетті де болса, идеологиямыз болса, мына қазақ елін болашақта жоғарғы деңгейге көтереміз деген. Бұл қазақ елінің болашағының, келешегінің жағдайын жасаймыз деген азаматтар бар ма? Мынаған тоқтау салып, және де талап ету керек, қалай болғанда да. Заң аясында істемей ма, онда адамдар өзі немен жасау керек, қалайда народный сотпен. Басқаша жол жоқ уже. Соны түсініңіздер. Жол жоқ басқа, дәл өзі. Жігіттер сосын алда сайлау келатыр, жігіттер. Ертең өзіміздің адамымызды қоймасақ, мынау Назарбаев пен Тоқаев әкеледі, бізге басқа қойшын әкеліп береді. Түсінесің бе, өзінің адамын. Біз сол үшін халық болып өзіміздің адамымызды сайлауымыз керекпіз. Өзіміз іште жүрген адамды сайлауға болмайды. Оны КамАЗ басып кетеді, білесіңдер. Биліктің КамАЗы, білесің, өлтіріп кетеді, желкесін қиып тастайды. Отырғызбай жатыр да оның. Сол үшін сыртта жүрген ағаларымыз бар. Сол үшін қазағымыз жақсы дамимыз десек, бәсекеге қабілетті 10 елдің қатарында кіреміз десек, Мұхтар Әблязов ағамыз сайлауымыз керек біз қазақтар. Сол кезде біз Мұхтарды қойсақ, біздің жағдайымыз жақсалады. Жегеніміз кәдімгі жалжая жылқының қазы қартасы болады. Бәріңнің кәдімгі нелерің, ұрттарың толып, қанжығаларың майланады, сондай кісі. 24 жыл бойы, 25 жыл бойы осы сұм билікпен, құйтырқы билікпен күресіп жатқан жалғыз саясаткер ағамыз, мысалға да Мұхтар. Мұхтар Әблязовты қолдап қазақтар баршамыз бір қолдан жең, бір жағадан бас шығарып, сол ағамызды қолдауымыз керек. Әйтпесе ертең ұйықтатады да өстіп демедролды жеп, ішіп отырған кезде билік келеді де Тоқаевтың орнына басқа біреуді қойып тастайды. Содан кейін дәлші ұйықтай бересіңдер отырып, дәлші. Жалаң аяқ қаласыңдар. Бұдан да жаман болады жағдайларың. Ойланайық жігіттер. Так что алда сайлау келатыр. Құйтырқы билік өзінің адамын қойып кетсе, ертең сендерге дымда жоқ, жыламаған балаға емшек жоқ деп. Баяғы мұнайдың үстіне тұрып, жалаң аяқ отырып, 2%-ын аласыңдар тек қана. Дәл өзі. Бізге қазба байлықтан 90%-ды қазаққа бөліп беру керек. 20 миллион қазаққа пай дейді. Оны дивиденд деп айтады. Алуымыз керек біз сондай жағдайға. Арабтар сияқты өмір сүруіміз керек біз. Қос қатын, қос қабат үйде қос қатындан ертіп жүруіміз керек біз. Әр қазақ. Сондай жағдайға жетуіміз керек біз. Іш нәрсеге мұқтаж болмау керек біз. Қазба байлықтың үстінде отырып, жалаң аяқ отырып жігіттер. Ойланайық бәріміз. Молодец. Өте дұрыс. Ереке. Өзенің жігіттеріміз бәрімізде, өзенің батырларымыз қайда? Кілең, жақсы зат емес. Сол ғой қазағым, ерте оянуымыз керек біз. Мыналар біздің ертең алдымызды баурап кетеді.
мыналар дейтін ертең алдымызды баурап бөгет болып өзінің адамын қойып отырса, мына 34 жылдан бері не болды? Мысалға 29 жыл бір шал отырды, мына шал қайтып кетті. Дым ештеңе өзгерген жоқ қой, сол баяғы кедейшілікте әлі өтсіңдер ғой, сол мұқтаж болып баяғы айлығың шайлығыңа жетпей әлі өтсіңдер ғой үйде. Өте дұрыс. Иә. Так что қазақтар, көз ашылған қазақтар, бізді жетелейтін тек қана Мұхтар ағамыз, тек қана қазақ елін дамытатын жаңағындай үлкен бізге кәдімгі дивиденд бөліп беріп, үлкен жаңа программасы бар, бәрін көріп жатсыңдар ғой, оқып жатсыңдар, көздерің ашық бәріңнің. Молодец, иә, дұрыс. Іштегі қазақты қоя алмайсыңдар, бізде қазақтар бар, іште мықты. Бірақ оны біз сайлапқа шығарсақ, оны КамАЗ басып кетеді билікке дейін. Отырайын деп жатқанда, сайлауға 2 күн қалғанда. Өте дұрыс, қолдаймын. Так что халқым, оянайық, ертерек оянайық бәріміз. Тоқаевтың адамы шықты. Ассаламу алейкум деп Тоқаевтың жігіті қойған. Тигр шықты. Ал тигр не болды? Ассаламу алейкум, рахматулла баракат. Өзіміздің жігіт болды. Уалейкум. Алейкум. Өзің қай жақтың жігітсің барын? Bangladesh'ten bolam. Байғали? Bangladesh'ten bolam. Bangladesh. Алматыда Бангладештің ба? 5 миллион бар. Басшының суретін оқпайсың ғой? Енді патшамыз ғой. Патшамыз. Алла берген патшамыз ғой біздің. Алла берген бізге патшаны. Алла берген патша ғой. Настан. Қайда Алла берген дейді. Құдай тағала тағайындап қойды ғой. Иншалла. Енді кетпейді дейсің ғой да, мәңгі бақи отырады дейсің ғой. Кетіп жатыр ғой. Иә. Ешкім білмейді. Қалай болып кетті ғой шал. Өзі 7 тіл біледі. Өзі дипломат. Дипломат та, иә, түсіндік. Бізге тіл керек емес, рахмет. Тілдің байлығы керек емес, тілдің бәрі бар. Халық жанашы керек, ата бізге. Халықты шешіп, орындап. Енді не жетпей жатыр сендерге айтшы, Қуаныш, не жетпей жатыр айтшы. Болды, қос білдік мына қандай. Стрелять на поражение дейді. Танимын бұл ағаны. Ағаны танимын, оны танимын, рескіден танимын оны. Білем мен. Ағатай, оны деген. Әділет, қалай? Қолдауымыз керек, біз алдыңғы сайлауды, алдағы келатқан сайлауды баршамыз қолдап кетейік жігіттер. Өзіміз адам қоймасақ, бұлар орап кетеді алдымызда, жалаң аяқ. Бая, мына Алибаңдегі Дикарман сияқты билікті жинап алып, Түркияға қашады, Стамбулға болды. Бая, Дикарман қысап. Болды, бітті. Қайда, кімді тайындап жатсыңдар енді? Кім болады деп жоспарлап жатсыздар? Мұхтар Әбіләзов болады. Программасы дайын. 25 жылдан бері осы құйтырқы билікпен күресіп жатқан жалғыз қазақ сыртта отырған, айқайлап жүрген. Мен енді бір пікір айтайын да, мен де айтайыншы. Кім Иманғали Тасмағамбетов не болмаймын ол? Иманғали Тасмағамбетов биліктің көт жалап отқан адам ғой, Назарбаевтың құйрығын жалаушысы ғой. Қасында лангретчиге. Естіп жатыр, соны таққа қояды деген уже басшы. Соны таққа қойдырмастан бұрын біз алдын ала озып кетіп халық өзінің адамын не қылуымыз керек, біз өз адамымызды тауымыз керекпіз. Иманғали сендерді бағатын болса, бейшаралар жалаң аяқ қаласыңдар тағы. Өте дұрыс. Ағатай. Мен болсам, мен боспын ғой, қазір жұмыс жоқ, сокращение болып жатырмын мен. Сен ба, сен сайласақ, сен КамАЗ басып кетеді ғой. Сайлауға бір қалған. Болсақ жейміз. Болсақ жейміз. Болады. Құдайым тілектерің қабыл болсын. Сіздерге сәттілік.